Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нәрестелердің ішінің желденуінің себептері, алдын алуы және емдеу амалдары жөнінде ақпарат беретін боламыз. Пайдалы ақпараттарды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Нәрестелердің көбі алғашқы айларда іші желденіп ауырып қиналады. Іші желденуінің себептері: біріншіден, сәбилердің алғашқы айларда әлі ішектері дұрыс дамымағандықтан желді шығара алмай іште шаншу тудырады. Екіншіден, баланы дұрыс емізбегеннен, яғни баланың аузын емшек ұшы толық жаппай бала ішіне ауа кетеді. Үшіншіден, ананың дұрыс тамақтанбауынан көкөністер, жеміс-жидектер, ішекті газдандыратын жоғары дәнді дақылдар, мысалы горох, тағы басқаларды қолдануы. Төртіншіден, баланың ағзасына сай келмейтін смес сүт бергеннен. Баланың іші желденуінің алдын алу үшін не істейміз? Бала туылғаннан бастап дұрыс емізуді қолға аламыз. Ауа кетіп қалуын болдырмау керек. Екінші, баланы жасанды тамақтандырылатын болса, яғни смес сүт ішетін болса, бутылканың соскасын ыңғайлысын таңдап алу керек, ауа кетіп қалмау үшін. Баланы емізіп болған соң тік қалыпта ұстап, кекіртіп алу керек. Келесі, өзіңіз дұрыс тамақтануыңыз керек. 2-3 ай диета ұстау керек. Яғни көкөністер, жеміс-жидектер, ішекті газдандыратын тамақтар, газды сусындарды шектеу қажет. Келесі, кофе ішпеу керек, темекі тартпау қажет. Бұл заттар баланың ішінде жоғарғы көлемде газ түзуімен қоса, баланың дамуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Келесі, күнделікті 10 минут балаға гимнастика жаттығуларын жасау қажет. Сіз алдын алу жұмыстарын жасамадыңыз делік. Баланың іші ауырды. Енді мынадай әдіспен емдейміз. Баланың ішін сағат тілі бағытымен айналдырып уқалаймыз. Келесі, ішіне жаялықты үтіктеп жылы күйінде басамыз. Үшінші, баланы ішімен жатқызамыз. Келесі, 2 аяғына велосипед жаттығуын жасаймыз. Яғни 2 аяғын кезекпен тізе буында бүгіп, велосипед айдап бара жатқандай қимылдатамыз. Келесі, 2 аяғын бір бағытта ішке қарай апарып, іштегі желін шығаруға көмектесеміз. Келесі, укроп қайнатылған су, яғни укропная вода берсек болады. Дәрілік ем ретінде эспумизан, баботик тамшыларын қолдануға болады. Ескерту: көбісі жел шығара алмады деп балаға арнайы жел шығарғыш трубкаларды қолданып жатады. Оны қолдануға